Ergebon, жеңісің құтты болсын. Өзің сіздердің алдында кеше айтқандай бірінші раундта бітіремін деп эмоциямен бөлісіп кетсең. Ассалаумалейкум! Мынау мен дейсіздер ғой? Мен қазақтар қасыға деймін. Сол үшін қасыға дейсің. Біз қасыға сіздер, не только бойда, любой жерде, өнерде де, бизнеста да. Біз всегда қасыға болып қаламыз. Соны ұмытпайық. Ұзақ та біз қасыға болып қаламыз. Енді өзің кішкене бізбен пландармен бөлісіп кетсең. Бізде болашақта октябрь айында, Құдай қаласа, Ташкент қаласында турниріміз өтеді. Соған байланысты дайынсың ба сол келесі турнирімізде өнер көрсетуге? Келесің бір апта демалып оларға айту керек. Негізі бірақ дайын ғой. Октябрь, давай, осы соңғы ойдан кейін кішкене пауза аламын, демаламын ба деп. Мына эмоцияны көрдім. Наркотик болды ма эмоция? Почти енді жігіттер қыздар ренжімеңдер, тез болғанда почти тегін төбелесіңдер. Ақшаң бәрі келді лечениеге. Сондықтан тегін болғаннан кейін почти төбелесіңдерге тура келді. Аллаға шүкір болды. Жасыратын мамасы операция жасап алды уже. Скоро қайтып келеді Қазақстанға. Әйтеуір бір пайдам тигеніне Аллаға шүкір. Құрметті алматылықтар, осыған айта кетсем қосымша, бәрін білесіздер. Жақында бір-екі ай бұрын біз Еркебонмен келіскен кезде ол гонорарынан сол ауырып жатқан өзінің подписчигінің мамасына ақшасын берді. Я бы еще хотел бы здесь добавить, что, Артем, можно минуту?